Екі қаланың арасы 1800 километр. Картада осы екі қаланы біріктіретін сызықтың ұзындығы 9 мм-ге тең. Картаның масштабын табыңыз. 1800 километр және 9 мм. Бір картаны сызайық. Екі нүкте А қаласы және мына жақта Б қаласын көрсетейік. Осы екі қаланы біріктіретін сызықтың ұзындығы 9 мм-ге тең. Өмірде екі қаланың арасы 1800 км. Мына жақта сұрақ картаның масштабын табу. Масштаб дегеніміз ол картадағы өмірдегі арақашықтыққа қатынасы. Енді масштабтың бізде екі түрі бар. Бірінші түрі мына жақта ол 1 және мына жақта 1 санға. Ол деген кішірейтілген түрі. Мысалы, мына жақта суреттегі картадағы ұзындығы, мына жақта ол өмірдегі ұзындығы берілген. Ол бізде кішірейтілген түрі. Бұлай тұрса сандар, сонда 1 сан 1-ге болса, ол бізде үлкейтілген түрі. Мына жақта бізге кішірейтілген түрі берілсе картада, осы біздің масштабымыз болады. Бірақ масштабты табу үшін, олардың қатынасын табу үшін, біз бірінші оларды бірдей өлшемге аудару керекпіз. Мына жақта масштабымыз болады 9 мм 1800 км-ге. Бірақ оны бірдей өлшемге аудару керекпіз бірінші соңғы түріне келтіру үшін. Масштабымыз мына жақта сонда 9 мм қалдырамыз. 1800 км-ді миллиметрге аудару береміз. 1800 км. Метрге аудару үшін оны 1000-ға көбейтеміз. 3 нөл қосылады. Метрді сантиметрге аудару үшін 100-ге көбейту керекпіз. 2 нөл қосылады. Сантиметрді миллиметрге аудару үшін 10-ға көбейтеміз, немесе 1 нөлға қосамыз. Енді мына жақта нөлдер санын санайық. Шығады 1 миллиард 800 миллион миллиметр. Енді бірдей өлшемге оны келтірсек, енді оларды қысқартуға болады. Масштабымыз сонда болады қандай? Сонымызда мына жақта екеуі 9-ға бөлінеді, мына жақта 1 болады. Мына жақта 9-ға бөлінгенде шығады 200 миллион. Сонда масштабымыз мына жақта 1-200 миллионға. Ол бізде картадағы 1 мм өмірдегі 200 миллион миллиметрге тең. Жауабымыз дұрыс. Б жауабы.